Қаңтар айына келсек, бізде бұл қай қалада болса да активистерде мысалы митингі болады, жиын болады деген күндері ол кемі 2 күн, 3 күн анды үйден шығармайды. Сондай жағдай 4 январда да болды менімен. 4 январ күні күндіз қайда шыға алмадым. Есік алдында күзетіп отырды. 2 машина түнгі сағат 9-10-ға шейін. Түнгі сағат 9-10-ға шейін. Енді 5 январ күні қалада не болады екен деп шықтым. Үйден где-то сағат 11-лерде шықтым, таңертеңгісін. Содан көшеде автобус жоқ, не жоқ, транспорт жоқ, не связь жоқ. Жаяу, анау автосон деген Момышұлының төмен жағынан жаяу келдім. Төлебиге шейін. Төлеби Момышұлына шейін. Төлеби Момышұлынан адам көп екен, содан соларға қосылып, осы мына алаңға келдім. 5 январ күні күндіз. Адамы деген өте көп болды. Мен сағаты бір 2-лерде ма, 2-ден кете ма келдім. Келген кезде міне осы төмен жақтан жоғары көтерілдім. Мына жерге келгенде адам деген тола болды мына жерде. Мына алдымыздағы акимат сол кезде өртеніп батты. Сол кезде өртеніп батты. Содан адам көп, ылғи жастар, үлкен кісілер бар. Осы жерде соңын елдер айғайлап атты, шулап атты, лозунгылар айтылып атты неше түрлі. Соңғы осы жерде үлкен кісілер бар. Қамалхан деген, Мейхан аға деген, Абдуманапов, мен, Мұрат Үсенғазы деген кісілер бар. Бәріміз жиналып, мына жастарға енді ие болайық деп ақылдастық. Осы жерде отырып ақылдасып, содан бір қағаз дәптер алып, жаза бастадық. Әркім өзі жұмысын бөліп алақ дедік, мына жерде тазалық сақтайық дедік. Анау ішіп алған адамдар болса соған қарайық, қайта қарайық деп, сондай қауыс жасамайтын жағдайда нетейік әсіп анау өртеніп. Өзіңіз ұйымдаса бастадыңыз? Өздеріміз ақсақалдар ұйымдаса бастадық осы жерде. Содан мына жерге стол қойдық. Стол қойып, где-то 30-35 адам жазылды ғой деймін мөлшерменен спискіға. Бұл енді көтеріліске шығу себебі маған енді елден бір жағынан қымбатшылық, бір жағынан енді көп қой жағдай. Мысалы акиматқа неге барса балалар, аналар болсын, үлкен кісілер болсын, акиматқа ешқашан кіре алмайды. Өз жағдайларын жеткізе алмайды, тек қана көшеде жеткізе алады, айғайлап. Өзіме келетін болса, бұл митингіге неге шықтым деп сұрақ қояғым мысалы өзіме. Бұл осыдан 2 жыл бүгін Медеуге демалуға күндіз жаз айында кетіп баратып, осындай митингінің қасына өсіп баратып, ұсталып қалдым да, бағатын жеріме демалатын жеріме жете алмадым. Классастармен демалайын дегенбіз ғой. Содан ұятқа қалдым. Сонан кейін ешқашан митингіге шығып көрген адам емеспін өзі. Содан бері 2 жыл болды, қалмай келеді. Өздері заставить етті де мені. Айтқанға түсінбеді, кешкі сағат 8-9-ға шейін қамап қойды. Таңертең 10-нан амалсыздан содан кейін митингіден қалмайтын болдым. Содан 5 январ күні кешкісін қондық. Мына жерге тамақ алып келетін адамдар табылды, от жақтық, отырдық. Анау бір зданияны үшін тазалап, не жасаймыз дедік әлгі. Өзімізге енді тамақ ішетін анау жасаймыз дедік, бірақ жасап үлгермедік. Көбісі осы далада стол қойып іштік. 6 январ күні бізден түнімен отырдық. Түнде кісі азайып қалды, бір 500-600 адам қалған шығайық. Көбісі қайтып кетті. 6 январ күні таңғы сағат 9-ға таман бекен, енді сағат білмеймін қанша екен, 8-9-ға мына беттен әскери адамдар келді. Мөлшермен, шамамен бір батальон деуге болады. Енді бір ротада 100 адам десе, анау 100-ден көп батальон деуге болады енді. Қару жарақпен немен келді, бытырлатып аспанға ата бастады. Соңы біз жастарға айттық, жаңағыны құрылған ақсақалдар алқасы 8 адам болдық. Сендер қозғалмай тұрыңдар, өлсек біз өлейік деп солардың алдына ақ жалауымызды ұстап шықтық. 7 адам шықтық, и Дарья апамен 8 адам шықтық.
әскерилер келді, аспанға ата бастады. Бәрі тұрды, жастар мына жақта плакат жазып алған. Біз 7-8 адам шықтық, ақ жалауын ұстап. Сөйтіп шығып келатыр едік. Менің сол қол жақ жағындағы бір адамнан кейінгі адам, аты жөнін білмеймін, жан басына оқ тиіп құлады. Мына жақтан жастар жүгіріп барып алып кетті, көтеріп. Біз сол жерде қалдық. Где-то бір 15 минутта тұрдық па, 20 минутта тұрдық па, сол кезде әскери жақтан айғайлады, 2 адам келіңдер деп. Сосын Дариға апа ең алдымызда әскерилерге жақын барып тоқтап тұрған. Тұра тұрыңыз, жаңағы жан басына не үшін атты сонда? Жан басынан атқаны біз енді тоқтамай әскерилерге қарай сол көп емес 7-8 адам сол кетіп бара жатқанбыз ақ жалау ұстап алып. Соны біз тоқтату үшін атты ғой деп ойлаймын сөйтіп. Соны біз тоқтап қалдық, жақындамай тұрдық. Соны бір 10-15 минуттан кейін өздері шақырды, 2 адам келсін деп. Соны жаңағы 7 адам үшеуі ең алдында Дариға апа тұрған, 4-еуі сол ағаға кетті сөйлесуге. Біз орнымызда қалдық. Енді ол кісілер не сөйлескенін естимін. Бірақ келді де бізге айтты, өзіміздің әскерилер рұқсат берді, араларында арақ ішкен адамдар болмасын, бүлдіретін адамдар болмасын, қауіп жасайтын адамдар болмасын деп айтты деп, тұра беріне деді. Содан бір жарты сағатта тұрды да, олар қайтып кетті. Сонда халыққа оқ атқан қандай әскер? Халыққа енді сол кезде таңертең ешкім атқан жоқ, солар бір ақ азатты болды, сол жаңағы жан басынан тиген. Олар кетіп қалды, содан кешке біз мына жерде порядок жасадық, сыпырдық, тазаладық, жастар ұйымдастырдық та енді. Кешке тұрдық. Мен енді 5 күн түнде қонғаннан кейін тоңып қалған екен. От жаға батқан, оттың қасында ұйықтап қалғам. Бүгілік одеяло кеп, сол одеяло жамылып, жатып ұйықтап қалыппын. Тарсылдаған дауыстан, гранатаның нелердің дауыстан оянып кеттім. Оянып кетіп, атып тұрдым да, баға жүгіріп келе жатырмын, енді күн тұман, қараңғы батып кеткен, кешке жақын ғой. Жаңағы тарсылдап, граната мылтықтары атылып атты. Сол жүгіріп келе жатырмын, тым-тырыс бола қалды. Енді жаңағы атып жатқандар тоқтай қалды. Нағып екен білмей тоқтай қалды. Сол тоқтаған мезетте одиночный бір выстрел болды. Бір выстрел болды одиночный. Маған или қарама-қарсы келе жатқан, или менің алдымда кетіп жатқан адам, точно мен білмедім. Сол кісі құлады бірінші болып. Содан жерде айғай-шу басталды, ату басталды деп. Содан уже қайтадан жаңағыдай граната, пулемет, автомат атыла бастады, уже массовый құла бастады жердегі. Біреуін көтеріп басқан, екіншісі сұғылайды, екіншісін көтеріп басқан, үшіншісі сұғылайды. Уже сол кезде уже где-то арасы 2-3 минут па, 3-4 минут па, төменгі жақтан да ата бастады. Екі жақтан қорықса бапты. Ол кімнің әскері болды? Олар мына или армян, или Россия, өйткені армяндардың сөзі төменгі жақтан анық естілді. Не орыс емес, не қазақша, мен түсінбейтін сөз. Сол мен төменге қашқам, солардың дауысын естідім, армян ба білмеймін. Но қазақ орыс емес. Содан бері қаштым. Бері қашқанда тұра мына жерде 2 адам құлап жатыр екен. Бүйтіп еңкейіп жатыр екен, менімен бірге еңкейіп жатқан 3-ші адам құлады. Одан төменге қаштым мен. Содан жан-жаққа қаштық енді, бізден мына жерде тұра аямай атты жан-жақтан. Жөнім Мұрат Нұрланов, осы қоғам белсендісімін Алматыда. Елмен бірге осы Наурызбай, Абай Наурызбайдан күтіп алып осы жерде болдым. Осы жерде келгеннен жаңағыдай нелер ата бастады, мына жерде жиналып тұрған жаңағы полициясы бар, несі бар, оқ атып жаңағыдай, немедегі резина оқтарын атып, дымау шашкілерін лақтырып осы жерде. Әйтпесе тып-тыныш халық айқайламай, шуламай-ақ жиналған осы жерге. Өздері бастап атты. Мына полиция жағынан халықты өздері ашуландырды. Өйткені ешқандай не болған жоқ басында. Содан барып жаңағы қару пайдаланды, жаңағы резина оқпен атты. Сонымен қақтығыс осы жерде біраз болды. Ол күні акиматта өртенген жоқ, бірақ акиматтың артында мына провокаторлар жаңағы машинаны
несін боковой несін сындырып ішіне шашкасын тастап жатқан енді көрдім. Оны енді өртеп жатқан. Оны халық өртеген жоқ. Мына халықтың мысалы 30 жылда мына Назарбаевтың былайша айтқанда осы президент болып келгелі мына халықтың әл ауқатын несін түгел төмендетіп жіберді. Оны енді бәрі жетісіп тұрса, мысалы жұмыс болып тұрса, халықтың мұндайда ешқандай етпес еді. Халықтың ыза ашуын шығарды сол 6 күні төртіп, 6 күні 2 ортада. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, өйткені көп халықпен сөйлескенде де солай болды. Уже шаршатты дейді. Мына 30 жылда Назарбаевтың жүйесі шаршатты деп, елдің бәрі айтатын сол. Жүйені ауыстыру керек деп. Сол. Мен 6 күні келгенде түсте келдім. Сол кезде мына жерде өз халық жаңағы ешқандай провокатор жоқ, 6 күні ешқандай жоқ. Осы жерде сыпырып тазалап, осы жерде машина жалдап, ана мусордың бәрін жинап, алаңды тап-таза қылып жинап, осы жерде қазақ ой бірдеңелер тосып отырғанбыз келеді деп. Сол күні қайда бір үйімдер жастар келіп, осы жерде жаңағыдай ақ матаға қара краскамен кешкісін жазып, жаңағы жерге жолдың ана басынан, мына басынан, мына жағынан, екі жағынан тұрдық, екі қарап. Сонда жаңағы халық жаңағы өзінің несіні требованиясына айтпақшы болды. Оған енді не акимат жоқ, не жоғарыдан бір адам жоқ, келісетін, сөйлесетін. Сонымен где-то сол 6:30 шамасында мына жақтан келді, мына Фурманова жақтан әскери техникалар. Осындай кеп жиналды, арты мына жақ айналып акиматтың алдынан былай қоршады, мына жақтышы былай. Сонымен где-то 6:45 мекен шамасы сол кезде ескертусіз атты халық. Мен өзіміз осы жерде тұрған, қашпаңдар деп, жаңа халықты ана тұрған үйлердің артына барам деп, арғы бетіне өтіп кеткенді өзімді байқамай қалдым просто. Өйткені елдер құлай бастады атқан кезде. Сонымен бой бермей тұрғанбыз, жаңа қашпай. Сол артымыздан атқаннан кейін барып біз уже жаңа қаша бастадық, уже елдер көп құлай бастаған кезде. Енді сол аман қалғанда ар жақ бетіне жүгіріп қаштық, мен ар жағын жақын тұрғам. Содан жаңа атыс біраз тынышталған кезде қайтадан бері шығып ана құлап атқан жігіт болған бір. Бүйірінен оқ дейіп. Соған көмекке келіп тұрған кезде қайтадан атқан кезде мына зданияның ішіне кіріп кеттік. Соның ішінде қалдық. Енді содан таңғы сағат 7:30-да шықтық қой қысқасы. Ойыңызша қаңтар шындығы қашан ашылады? Ол ашылады қашан мына Назарбаевтың жүйесін ауыстырамыз, сол кезде ашылады, оған дейін ашылмайды. Желтоқсанда міне әлі ашылған жоқ қой мысалы. Бірақ енді халыққа сеніп отыр ашылатынына жақын арада. Өйткені міне қайтадан халықты қазір аштықпенен, жаңағы қымбатшылықпенен өздері заставить етіп отыр. Қайтадан шығаруға. Не халықпен тыңдағысы келмейді халықты, не халықпен сөйлескісі келмейді біздің билік міне. Білмеймін, результаты қазір тағы да соған әкеледі, 2 қаңтарға әкелейін деп тұр. Өйткені халықпен ешқандай не жоқ. Қарым-қатынас былай айтқанда. Менің есімім Сағидолла Ақаев Қалтайұлы. Мен 54 жылғы осында Алматыда тұрамын. Көтеріліске не үшін шықты дейді, ол енді оңай сұрақ емес, енді қойылған сұрақ. Бірақ көтеріліске шығу мына болашағымызды, билігіміздің дұрыс еместігін, өйткені біздің билігінің заңдылығы жоқ, заңсыз билік. Сондықтан сол көтеріліске сол үшін шықтым. Заңсыздық болып тұрғасын, билігіміздің дұрыс еместігіне. Көтеріліске халық та шықты, көп адамдар шықты. Бірақ оны халықты кейін 20 мың террорист деп биліктің бұлықтырып отырған бұлықпасы ғой. Негізінде халық шықты көтеріліске. Қаңтар шындығы қашан ашылады деп ойлайсыз?
Енді оны білмеймін, оның қашан ашылатынын. Ол беймәлім нәрсе. Билік ауыспай, по-моему, оны ешқашандай шындық айтылмайтын сияқты. Бұрылып кетті, бірақ мына жер тұман болып тұрған. Бұл 6 күн болған жағдай. Бірақ кешке атты деді. Мына жақтары 5 күн деді. Мына өздеріңіз білесіздер, мына жақ нені резиденцияны. Бұл жерде енді бір провокацияда болған шығар. Жас балалардың бәрі көбі сол жерде атылды. Атып ол жерде қанша адам енді сансақ 200 дейді. Одан көп шығар. Әлі санын ешкім білмейді енді. Бұл енді тарихта енді қаңтар көтерілісі деп бағаланатын шығар. Қазір оқиға деп жатыр, не деп жатыр. Бірақ бұл қаңтарда әлі күнге дейін сол жастарды, қатысқан жастарды террорист деп жүрген бұл өте сұмдық жағдай. Олардың бәріне бостандық беру керек. Мына жерде қазір Қалас деген жігітіміз қанша күн болды. Тарихшы жігіт. Оны мына жерде көтерілісті басқарған деп бірдеңке деген секілді айыптар тағылып жатыр дейді. Айгерім деген қарындастарымыз енді өте көп оны жастарды. Бірақ қазір олардың бәрі түрмеге тоғытып, қинап жатыр, әртүрлі жала жауып жатыр. Олар террорист емес, олар халықтың арасында жүрген белсенді азаматтар. Билікке осылардың халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп жүрген азаматтар. Ана жігіт мұғалім жігіт, тарихшы жігіт. Может, тарихшы болған білгеннен кейін қазір тарихқа керек заттарды может білетін шығар. Сол үшін Қалас Нұрпейісов деген азаматымызды ұстап отырған шығар. Вот мен желтоқсанмен мына қаңтардың қазір біреу айтады енді бөлу керек дейді. Бұл бөлінетін зат емес. Ол жерде жастардың наразылығы болды. Мына жерде де енді ең көп мәселе қаңтар мені екеуінде байқап отыр. Желтоқсанда да болған зат жастар ең көбі. Мұнда да жастар. Онда да 3 күнге созылды ғой. 16-сы, 17-сы, 18-ді. 18-інде ол жерде де аресттар жүрді. Мына жердегі кімдер болғанын, телевизорға түсіп қалған азаматтарды бәрін арестовать, бәрін неметкен жоқ. Көбін сондай жағдайға жет, кімін түрмеге отырғызды, кімін студент болса оқудан қуды, жұмыстан қуды. Ошын Алматыдан тарату мәселе болды жастарды. Енді бір талайын таратып қоя берді, түрмеге қамады, оқудан шығарды, еліне қайтарды деген секілді. Қай жерден келген. Мына қаңтарда тура сондай жағдай. 5 күн, 4-5 күн жерде адам болған жоқ. Бір полициясы, бір биліктен бір шығып, халықтың алдына шығып, не мәселені туралы халық наразылығын тыңдап, қалай болатынын айтқан жоқ. И 6-сы, 7-сі күні атты, 6-сынан бастап 5-6-сы атып, қырып, бұл жерде даже разницасы, бұл жерде айтайын дегенім, желтоқсанда 86 жылы. Халыққа оқ атылған жоқ, бірақ енді жаңа саперный лопата, су шашты, ондай заттардың бәрі болды. Онда да енді аяушылық болған жоқ. Ана саперный лопаттың астына түскен адам, дубинкаға түскен адам енді тірі қалды. Онда да болды қан, мына жақ қан болған. Мына жерде қаңтарда оқ атты адам. Даже ол жерде бүкіл союз болғаны келді, басқа жақтың ана Свердловск деймі Россияның әскерлерін алып келді ғой. Мына да өзіміздің тағы да Россияның әскерлерін тағы алып кеп өзімізді қырғызды. Ертеңгі күні олар да біліп отыр ғой. Өйткені ертең айтатын ғой, біреудің қолымен істелін деген сөз болып тұр. Соған сондай мағынада түсіндіргісі келеді. Енді қазіргі бізде ақпарат дамыған заман, бәрін біліп отыр, бәрі оқып отыр, бәрін айтып отыр. Енді қалай біз оған сенуге болады ол? Біреулердің атынан емес, ол өзіміздің биліктің істеп отырғаны деп есептеймін. Қаңтар шындығы қашан ашылады? Мен ойлаймын, енді қазір енді бұл қаңтардың шындығы енді бір 10 жылдың ішінде ашылады. Даже мына қазір желтоқсан 30-35 жыл oldu ғой. 35 жыл oldu. Әлі оның шындығы ашылып біткен жоқ. Мына желтоқсанда азаматтар әлі ақталмаған азаматтар бар. Ақталу деген енді ол өзінің несін виноват емес. Әлі күнге дейін онда азаматтар, ақталмаған азаматтар да бар. Желтоқсаншылар арасында әлі жүр. Желтоқсанда әлі де өзінің бағасын берген жоқ. Әділ бағасы берілген жоқ желтоқсанда. Жылда алдап, ана жылға былай деген секілді сондай не. Мына қаңтарда енді сондай жағдайда қазір. Ол шындық, желтоқсан, қаңтар шындығы ашылу үшін не істеу керек? Бұл жерде ең бағынысы бәріміз де білеміз, сезіп отырмыз. Бұл жерде жүйе ғой. Мына жүйе құрылды. Бұл жүйе құрылмай, бізде бұл шындық ашылмайды. Өйткені неге десеңіз, мына қазіргі билік басында отырған, Тоқаевтан бастап, олардың барлығы бүкіл ана союз кезіндегі соның мектебінен өткен азаматтар, сол жерде болған азаматтар, соның тәлім тәрбиесін алған адамдар. Ондай азамат біз қандай өзгеріс әкеледі, сөзбен өзгеріс әкеледі, іспен жоқ. Сондықтан мен айтарым, бұл әлі шындықтың ашылу беті бір талай. Егер де мына биліктен келіп бір жас
азамат, ұлтым деген өзімді сүйетін азамат билікке келген кезде, біздің президентіміз болған кезде, сонда ғана бір шындықтың беті ашылып, ертеңгі күні қаңтарда кім екенімізді, кім қайдан келген барлығын білетін шығармыз.